Әр адамның балалық шағы болады. Сол балалық шақтың өзі әр баланыкі сан қилы болады. Кейбір баланың балалығы тәтті болса, кейбір баланың балалық шағы запырандай ащы, ұмтылмайтындай болып қалады. Соның бірі Баян еді. Баянның туған атанасы бола тұра балалық шақтың балғын дәмін татпағанына Баян нағашы әжесі мен атасын кінәлі санап келеді. Баян өз атанасына орны бөлек ерке болып өскенімен басқа немерелеріндей ата әжесіне еркелеп өспеген соң ба, оларға қызығып та қызғана да қарайтын еді. Баянның анасы үйінде тұңғыш перзент, өзінен соң ізінен ерген екі інісі бар. Нағашы атасы кезінде мектеп директоры, ал апасы ауруханада медбике болып қызмет атқарған. Елге сыйлы беделді кісілер. Ал әкесі Сайлау нашар отбасынан шыққан. Анасы Кәмшат сияқты әкесі де үйдің үлкені. Бірақ Сайлау Кәмшаттікіндей емес, көп балалы отбасы еді. Сайлаудан кейін 5 бала, оларды да атасы жалғыз бағып өсірген екен. Себебі Сайлаудың анасы ертеректе қайтыс болған. Сайлау Кәмшаттан 8 жас үлкендігі болса да, екеуінің махаббаты берік еді. Сайлау өте сымбатты, тәрбиелі жігіт болғанымен, Кәмшаттың атанасы екеуінің отау құруына үзілді кесілді қарсы болды. Кәмшатты анасы мектеп бітіре салысымен жақын маңдағы қалаға оқуға жіберді. Кәмшат оқып жүргенде нағашы әжесі өзінің сіңілісімен ақылдасып, Кәмшаттың қарсылығына қарамай, бір байдың баласына тұрмысқа беріп жіберді. Кәмшат көпке дейін Сайлауды ұмытпай, қайғырып, күйеуін ұнатпай жүрді. Уақыт емші. Кәмшат та бара-бара күйеуіне үйлене бастады. Кәмшат құрсақ көтере қоймады. Бастапқыда күйеуі «Жаспыз ғой, әлі балалы боламыз» деп жүргенде 10 жылдың да көлемі болып қалған екен. Содан бара-бара Кәмшаттың күйеуі «Неге тумайсың» деп ішіп келіп, Кәмшатқа қол көтере бастады. Кәмшаттың күйеуіне деген махаббаты болмаған соңда шығар. Ажырасып ауылға атанасының қолына көшіп келді. Ауылда қалған, жасы 40-қа келсе де отбасын құрмай жүрген Сайлау, Кәмшаттың қайтып келгенін естіп, тұншығып жатқан махаббаты қайтадан оянып, Кәмшаттың қыр соңынан қалмады. Қанша дегенмен ауылда бір босаға көріп келген Кәмшат Сайлаудан қашқақтап қашып жүрді. Бірақ бойдағы жалындап тұрған махаббаты қалай тұншықтырып ұстасын? Кәмшат та енді Сайлауға қарсы тұра алмады. Қос ғашықтың 10 жыл тоқтап тұрған махаббаттары қайтадан жалғасын тапты. Бірақ Кәмшаттың атанасы әлі біле қоймаған еді. Кәмшат күйеуімен тұрып жүргенде бармаған дәрігері қалмаған еді. Бақсы балгерге барып, екі алақанын жайып, әулиелердің басына барып бала сұрағанда бермеген баланы Сайлаумен жасырын кездесіп жүргенде көтеріп қойды. 10 жыл, бақандай 10 жыл ана атанғысы келіп тосқанда, күйеуімен осы бала болмаған үшін ажырасып кеткенде, міне күтпеген ғажап болды. Кәмшат Сайлауға «Сайлау, мен жүктімін» деді қысыла-қысыла. Оның үстіне 10 жыл күйеуімен тұрғанда көтермеген баланы деп ойлайма дегенде жаман ойлары басында тұрды. «Кәмшат, жаным, шын ба?» деп Сайлаудың даусы қатты шығып кетті. «Иә, шын, саған айта алмай жүрдім» деді. «Жаным-ау, осынша жыл сені тосып жүрдім ғой. 40-қа келсем де отбасын құрмай» деп Сайлау Кәмшаттың маңдайынан иіскей берді. Басты кедергі Кәмшаттың атанасы. Ал Кәмшаттың атанасы Сайлауды менсінбейтін. Кәмшат бәрібір анасын айтуға тура келіп тұрғанын, бұл әңгімеден қашып құтылмасын білген соң, ұзаққа созбай айтуды жөн көрді. Енді кешіксе жас емес, үлкен әйел басымен жүкті болып қалған деген масқара ғой. «Мама, сізге айтатын әңгіме болып тұр». «Айт» деді мамасы. «Мен тұрмысқа шығамын». «Сайлауға». «Сайлауға?» деп мамасының жан даусы шықты. «Иә, Сайлауға. Өткен өмірімде сіздердің қарсы болғандарыңызда жетеді. Оның үстіне Сайлаудан жүктімін» деген Кәмшатты анасы жас қыз болса, сол жерде шапалақпен салып жіберер ме еді? Амал жоқ, өзін өзі әрең ұстап қалды. Содан не керек, Кәмшат пен Сайлаудың отау құруларына амалдың жоқтығынан Кәмшаттың үй іші рұқсатын берді ғой. Міне, сол Кәмшаттың жүкті болып үйленген сәбиі Баян еді. Баянды нағашы әжесі жақтырмайтыны сол себептен.
Кәмшатпен бірге туған екі інісінің балаларына ерекше қамқор болып, олар қаладан келгенде барын ауыздарына тосып, айналып толғанып отырғаны. Сол бір кездегі оқиға Баянның есінен әлі шығар емес. Бала болса да, сол бір кезде болған жағдай күні кеше болғандай көз алдында. Жаздық демалыста анасы Кәмшат нағашы апаңның қасында бол деп апарып тастаған еді. Бірақ Баян анасына әжесінің теріс қылықтарын айтпайтын еді. Әжесінің үйінде Баянның күні күн емес еді. Әрбір ішкен тамағын есептеп, қақпалап отыратын еді. Содан бір күні әжесі шақырып алып, тамақ беріп отырып, «Бүгін қаладан балаларым, немерелерім келеді. Сен жағаласпай, тамағыңды қазір ішіп ал. Қонақтармен жағаласпай. Олар тамақ ішіп отырғанда кірмей, далада отыр», деп шегелеп тұрып ескертті. Әжесіне сөз қайтармастан, «Жарайды әже», деп тамағын ішіп, далаға шығып кетті. Баянның өзі де келетін қонақтарды асыға тосып жүрді. Әжесінің үйіне келгелі ойнайтын бала жоқ, іші пысып жүрген еді. Енді жақсы болды, бірге ойнайтын. Көптен күткен қонақтар да келді. Обал не, нағашы ағасы да, балалары да Баян десе жандар қалмайды. Бірінен соң бірі Баянды құшақтап, бетінен сүйгіштеп жатты. «Ал астайын, жүріңдер үйге», деп әжесі қонақтарды үйге шақырды. Ал Баянға осында қал дегендей көзбен ымдады. Баян ығысып шетке қарай шыға берді. Сол кезде нағашы ағасы, «Баяшка, сен неге үйге кірмей отырсың? Жүр үйге тамақ ішеміз», деп қозғалмай отырған Баянның қасына келіп отырып, «Әпкем қалай?» деп Кәмшатты сұрап жатты. Сол кезде әжесі шығып, «Ұлым-ау, жүрсеңші, тамағың суып қалды ғой», деді. «Аға, мен далада отыра тұрайын, сіздер тамақтарыңызды ішіп алыңыздар», деді. «Ендеше мен де ішпеймін, сенмен бірге далада отырамын», деп ағасы да Баянның қасына отырып алды. «Жарайды аға, жүріңіз», деп Баян орнынан тұрғанда әжесі ала көзімен Баянға жаман қарады. Баянның кірмегені қара жер болып, үйдің табалдырығынан амалсыз аттады. Жайнаған дастарханның басындағы балалар, «Баян, кел менің қасыма отыршы, менің қасыма», деп шулап жатты. «Баян осы жерге отырады», деп әжесі аяқ жақтағы орынды көрсетті. Тамақты да, шайды де сілкіп құйып берді. Міне осы кезді Баян ұмытпас. Әсіресе Баян мектеп бітірерде ұбт-ға дайындалып жатқанда анасы Кәмшат, «Жүр Баян, атаң мен әжеңе барып келейік», деп әжесінің үйіне ертіп келді. Баянның қуанышында шек болмай, болашаққа деген жоспарын айтып, арман қала Алматыға оқуға барғысы келетінін айтқанда, айналайын, арманыңа жете ғой», деп бата берудің орнына, «Сен қайбір оқу оқып, шекесін қызырайын деп жүрсің? Қалаға оқу үшін емес, жігіт үшін бара жатырсың», деді. Баян одан әрі шыдап отыра алмай, шыға сала үйіне қарай жүгірді. Баян әжесінің намысына тиетін сөздерінен кейін ұбт-дан жоғары бал алып, армандаған оқуына грантқа түсті. Әжесі айтқандай жігіт үшін емес, өзінің болашағы үшін оқып жатқанын дәлелдеп, құрбылары киноға биге кеткенде Баян жалғыз өзі қалып сабаққа дайындалатын. Сөйтіп жүріп, 2 курсты бітіріп, жазық демалысқа ауылға келгенде анасы Кәмшат әжесіне ертіп келді. Баян қанша дегенмен есейіп қалған. Өзіне деген сенімділігі де артып, бұрынғыдай әжесінің алдында жалтақтамай, терезесі тең адамдарша сөйлесті. Әжесі Баянға әділетсіз болғанын түсініп, «Енді көремін ба, көрмеймін ба? Баян, менің өткен кінәларымды кешір», деп кешірім сұрады. Содан ұзаққа бармай әжесі қайтыс болды. Кәмшат әжесін кешіргенімен балалық өкпесі көкірегінде сақталып қалды.